Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, біздің 7-ші подкастымыздың көрермендері. Бүгін бастағалы жатқан проектіміз жайлы сол жайлы әңгіме етіп кетеміз. Бұл кісілер біздің Қытайдан келген партнерларымыз. Алла қаласа осы Қытайдан да өз офисімізді ашып, Қазақстаннан да складтарымызды ашып, барынша Қазақстанда арзан бағаны ұсынғымыз келіп отыр қазіргі уақытта. Ол еще тек бір салада емес, станок болсын, жеміс жидек жағынан болсын, мақұл товарның айнысы сол товар. Бір сөзбен айтқанда товар, ең арзан бағадағы товар. Сондай склад бойынша әңгімелесеміз. Бізде Сәкең, Қыран ағамыз, және де атын ұмытып қалдым. Уанфи. Кім? Уанфи. Уанфи ағамыз осы нағыз Қытай кісі, иә? Бұл кісілер енді өзіміздің қазекеңдер, қазақтар. Жалпы қайдан шықты бұл идея, мысалы? Қалай пайда болды бұл миға келді? Жалпы бұл идея былай шықты да, Қазақстанда қазір былай айтқанда, Қазақстан қазір Қытайлар көп келіп жатыр. 2021-нен бастап, карантин аяқталғаннан бастап Қытайлар осы шетелге шығып жұмыс андай зерттеугісі келеді. Қазір бұрыннан Қытайлар Еуропа болсын, Малайзия, Таиланд мына жерге ойнап болды, жұмыстарды істеп болды, шын айтқанда. Конкуренттер барлық жерге барып болды, көріп болды. Бірақ мына Орта Азия, мына Африка болсын, Сауд Арабия болсын, о жаққа енді шығуға интерес бар. Ал біздің Қазақстан қазір Россия санкция болғаннан кейін Қазақстан ең үлкен бір ход болып жатыр. Қазақстан кіру тиімді болып жатыр. Өзі жақын граница бір аттағанда 300 километр жер, ішкі Қытайдан тез келеді, без визамен кіре береді, ыңғайлы болды. Ал мына Қазақстанның бір айырмашылығы Қазақстаннан Қырғыз, Өзбек, ары қарай Россия жан-жаққа товар таратса болады дегендей. Қазақстаннан жұмыс жасаса оларға былай жақсы болатын сияқты деп өздері ойлап келеді. Бірақ келгеннен кейін ол әр саланы көреді, разница не деген жоғары. Мына жақта бізде Қытайда бір 1000 теңгенің затын мына жақта 5-6 мың теңгеге сатып жатыр екен. Бұның ішінде кім тауып жатыр, кім байып жатыр көрсе базардағы әзір. Енді түрлі адамдар осы ораймен бұрыннан бері Қытайлар кіре алмағанның себебінен істеп кетті. Ал енді әзір мына жағдай өзгеруі мүмкін. Қытайлар кірген, наоборот, бізге жақсы Қазақстанға бағасы да түседі, качестволы товарлар да кіреді. Қытайда бұрын біз ойлаймыз қазір Қытайдың товары нашар, мындай, андай дейміз, бірақ Қытайда түрлі деңгейдің товарларын шығарылады. Ал біздің жұмысымыз фильтр жасаймыз. Қытай жақтағы мықты фабрикалар шетелге шыққанда олардың жақсы үлкен деңгейдегі товар, қарапайым халықтар көтере алатын жақсы товарларды біз тауып осы жаққа әкелейік деп отырмыз. Ал Қазақстанда Қытайлар былай кеп жұмыс жасай алмайды, шын айтқанда тікелей. Ол обязательно ортада біз былай не қылуымыз керек. Фулфилмент деп айта берейін. Енді кәке, бұл жерде бір сұрақ, нақты қандай қызметтер жасай аламыз Қазақстанның ішінде? Қазақстан мен Қытайды байланыстыратын сол қызмет жайлы аша-бірақ айтып кетсек. Қазақстанда қазір Қытайлар келіп жұмыс жасай алмайтын себебі Қазақстанның заң бойынша ең төмен айтқанда былай ИП-мен жұмыс жасау керек. Ал одан ары қарай саудасы жақсы болып, обороты жоғары болғанда ол ТО аша ма дегендей. Ал оған Қытайлар шетел азаматтары аша алмайды, жұмыс жасай алмайды. Ал ортада бұл любой біреуін әкеп, осы ИП-ны аш, осы не қыл, тауарын саған әкеп берейін, сен сат дегенге ол Қытайда сенбейді. Ол ортасында біз шықтық дегендей былай айтқанда. Біз сенімді адам болып, гарантия болып ортадан біз шықсақ деп ойладық. Біз өзіміз Қытайда компаниямыз бар, Қазақстанда өзіміз бірлесіп мына жақтан склад ашып, Қытайдың заттарын әкеп қойсақ, договор, құжат ретінде бәрін сенімді түрде жасасақ, осы бір үлкен мүмкіншілік болады Қытайларға. Даже Қытайлар емес, шын айтқанда бүкіл әлем бойынша Қазақстанға жұмыс іздеп істегісі келетіндер де бар. Оларда да енді мүмкін ағылшындар келетін шығар, түріктер келетін шығар, басқа елдерден Қазақстанға келгенде де бізде көмектесе аламыз дегендей. Бірақ біз енді Қытайдан келген соң енді клиенттер мол шығар, сол жақтан көмектесе алатын. Жалпы Қазақстанда 80-90% заттар Қытайдан келеді. Біз соның былай неғысын жасап асақ дегендей. Ғана сіздің айтқыңыз келіп отқан түсінген сияқтымын. Мысалы сіз айтып отырсыз бана
Қытайдың тауары бәрі сапасыз деп таниды, ұзақ мерзімге шыдамайды деп таниды. Бірақ ол Қазақстаннан сатылып жатыр, оны әкеліп жатқандар, значит, оны әкеліп жатқандар қытайлар емес. Дұрыс па? Оны әкеліп жатқандар біздегі, өзіміздегі Қазақстан ішіндегі адам барып арзан тауарды әкеліп жатыр. Сөйтіп арзан тауарды, енді олардың оның сапасы жоқ болғаннан кейін мына жақта аты жоқ, дұрыс аты жоқ. Байқасаң қаншама тауарлар бар ғой, бір Қытайда шығып жатыр да. Оны көп адам түсініп қалды. Түсініп қалды ма? Иә, Сәке, енді сізге сұрағым бар. Ол тікелей Қытайда тұрып көп жұмыстар істеп жүр ғой, араласып Қытайлармен. Қандай бизнеске деген, мысалға Қазақстанға деген қызығу қаншалықты кәсіпкерлердің о жақтағы? Сол туралы айтып өтіп кетсеңіз. Қызықты енді осы жақтан не керек болса, сол жақтан іздеу керек, сапасы жақсы. Қызықты енді көп қой. Мына жақта көп немене жоқ, өндіріс жоқ. Қоншағы не деуші еді? Фабрика жоқ. Соның көп нәрсе жоқ болса, көп нәрсесі арзан болады, қымбат болады бұл жақта. Қытай жақта арзан, соңын біз осы жақтан Қытайша хайвей саңдай қоямыз, мына жақта бір склад құрсақ. Складқа сол жақтың жақсы тауардарын әкелсек, сонда осы жаққа адамдарға да жақсы болады, қымбат емес, сапасы жақсы, сондай. Қандай тауарлар? Қандай тауарлар дегенде енді тауарлардың немес көп қой. Киім болады, әзір мына жақта мода болып жатқан мотоцикл болады. Жалпы мына халыққа қажетті тауарлар, халыққа қажетті, мысалға станок деген сияқты. Тауардың немес көп қой енді, ол айтып түгете алмаймыз. Енді о жағы түсінікті. Ар жақтан келген адамдар мына жаққа тауар қоя алады екен, біз складқа фулфилмент есебінде. Енді мысалы үшін мына жақтағылар қандай нетсе болады, қызметті пайдаланса болады. Қазір көп адам уже ашылды, о жаққа шығуды қалап отыр Қытайға. Бізде қазақстандықтар қазір Қытайға барғысы келетін кісілерде көп. Қандай проблема бар? Бірақ проблема бірінші тілінен, екінші Қазақстандағы кісілер, Гуанчжоу болсын, Ио болсын, Жажаң болсын, әр сала білеміз. Қытайда мындай бір қызық жері бар. Былай айтқанда унитаз, былай айтқанда ванна, ол тек қана Гуандong Фошаннан шығады. Қазақстандағы мына базардағы кісілерді біледі, андай кафелді Гуандong Фошаннан шығарады. Ал киім-кешек ол Жажаң Ханчжудан шығарады. Ал мына кішкентай ұсақ-түйек майда-шүйде заттар ол Иудан шығарады. Әр қала өзінің бір темасы бар. Сол аудандағы адамдар сол заттарын шығарып әлемге таратады. Бізде көп кісілер аузында енді былай айтқанда білетін жері сол, мүмкін Иуға барсақ бірдеңе болатын шығар, Гуанчжоуға барсақ бірдеңе таба алатын шығармыз дегендей. Бірақ көп жерінен адасады. Яғни ортасындағы бір посредниктерге кездесіп қалу мүмкін дегендей. Біз қазіргі жұмысымыз Қазақстандағы кісілерді өзіміз апарсақ дегендей ойда бар. Мүмкін ертең күн ала қаласа бизнес тур жасасақ та болады дегендей. Онда басында былай фильтрдан өткізеді. Мысалға мен нақты не сала бойынша, бытовой техника саласы бойынша бара жатырмын деп айтамыз, сіздерге түсіндірем. Мынандай техникалар керек. Сіз қарайсыз да, мына жерден, сені, значит, Гуанчжоуға жіберу керек, Иуға жіберу керек. Керек жер, әр қаланың өзінің өндірісі бар. Сондай болып тұрды, соған қарап жібересіз. Енді мен основной кімдер барады бұл Қазақстаннан? Сатушылар ма, или біртіндеп сатып алушылар, сырада бар ма? Основной сатушылар барады, товар іздеп. Қазақстанда келе зауытқа кіргізбейді ғой бәрі, кіргізе ма? Ұқсамайды. Біз қазір Қытайдағы жағдай былай болып жатыр. 2 жыл, 3 жыл коронавирустан кейін көп қытайлар заводтағы, фабрикадағы адамдар болсын, жан-жаққа шығып жатыр. Сіздер де білесіздер, Қазақстанда выставка болып жатыр, Қытайдағы фабрикаларда келіп жатыр. Олардың түпкі мақсаты жан-жаққа елге шығып өздерін таныту, ары қарай андай дистрибьютор іздеу дегендей. Олар негізі қуана қабылдайды. Бар енді үлкен неше жыл, 50 жыл, 30 жыл істеген фабрикаларға аттап кіре алмаймыз, бірақ мүмкіншілігіміз бар.
алдала солармен жұмыс жасап кіруге не қыламыз, еңбектенеміз. Егер енді былай айтқанда біреу айтады, ой, фабрикаға барамыз дейді. Мен айтайын, фабрикалар Қытайда былай жұмыс жасайды. Бір фабрикадан астында неше жүз дистрибьютор бар. Олар фабрика мен дистрибьютордың бағасын қойып тастаған. Может, тіпті сіз интернеттен көрген затыңыз 1000 теңге болса, сіз фабрикадан 1000 теңгеде ала алмайсыз. 1000-жарымнан аласыз. Себебі сіз ондай объеммен жұмыс жасай алмайсыз. Қытайда деген 140 миллиард халықтар тұрады. Қазақстанда 20 миллион халық тұрады дегендей. Біз 20 миллион халыққа зат әкелгеннен қарағанда Қытайда олар өздерінің базары кең да, олар үлкен объеммен біз жей алмаймыз, шығара алмаймыз дегендей. Лучше біз андай өзімізше біз фабриканы іздеп тауып алып бүйтіп істейміз деген ойдан қарағанда. Иә. Кәке, бұл жерде мынандай болып тұрды ғой түйіндеме. Мысалға, өндіріс басқа, сату басқа болып тұрды, дұрыс па? Олар ана сату жүйесіне араласқысы жоқ тікелей фабрикалардың. Мен саған оптым берейін, сен тарат. Сол Қазақстанға бір филиал ашып қой, мен саған мына бағадан беріп тұрам. Егер маған 1 штуктап, 10 штуктап сұрақ келетін болса, мен мынаған сатып жатқан бағадан қымбат болады ол. Сату басқа, не басқа болып тұрды ғой, өндіріс болып тұрды ғой, бұл жерде. Тікелей неге шыға алмаймын онда? Егер ол дистрибуциясын Қазақстанға берген болса, тікелей зауытқа. Иә, оны 100% емес енді. Мен айтқаным бір былай айтқанда бар, бірақ 50-60 сондай мүмкіншілік кіре аламыз, бірақ 100% деп клиентті алдамау керек, шындық айту керек. Бірақ барша барып көрсетіп не қыла аламыз дегендей. Ол әлде қайда сіз завод іздейсіз ба, или дистрибьютор іздейсіз ба, тиімді болады. Мына жаққа келу нелерін бәрін есептегенде. Кеше бір баламен сөйлестік, өзіміздің арамызда досымыз, ол да 15-17 Қытайға сапар, каргоның иесі сапар етіп бара жатыр. Ол енді айтып жатқаны бойынша тура сол сұрақтарды қойдық. Зауыттарға барып нетесің ба десе, жоқ, зауыттар тиімсіз, базарларға барамыз деді. Базарда көптеген тауарларды көрсетеміз дедік. Зауыттарға бәрібір кіргізбейді деді. Сондай болып тұрды ғой, ол. Біз Қазақстанның өзінде мысалы бір зауыттар бар дейміз. Барып ана түйенің сүтін андай құрғақ шығарып жатыр. Әзір Қазақстанның өнімдерін шетелге, Қытайға шығарып жатырмыз дегендей. Біз ол заводтан барып 20 000 теңгеге ала алмаймыз. Может, OLX-тан жаңа неден Каспийден көреміз, ол 19 000, 18 000 деп тұр, бірақ заводқа барып тіпті аттап кіре алмаймыз. Ол жер любой адам кіре алмайды дегендей. Егер мемлекеттің арасындағы бірдеңке завод пен завод, misal бір сала болады. Мысалы стоматологияның саласын айтсақ, олардың андай станоктары болсын, олар шетелге шығарғанда оларда обязательно Қазақстанға оларға бір сертификат жасау керек. Ол сертификат жасау үшін мемлекетке заявка беру керек. 6 ай 8 ай бұл завод, 2 заводты бақылатады, тексереді. Қазақстандағы үлкен дистрибьютор олардың ақшасы, бюджеті жете ма, Қытай жақтағы завод шығарған өнімдер сапалы ма дегендей. Сосын соңында договорға шығады. Көп уақыт, 8 ай уақытта шығарып, ол себебі ол адамның денсаулығына байланысты өте маңызды зат. Ол тендермен жүретін тауар дегендей, шын айтқанда. Қиындықтар көп, ол кіргізу. Ал біз енді былай айтқанда біздің жұмысымыз ондайға жетпесе де, біз андай халықтар, біз өзіміздің андай кішігірім жұмыс істейтін халықтарға, орташа бизнес жасайтын кісілерге көмектесе аламыз дегендей. Ол кісілерге біз ана жақтағы жаңағы әр өзінің не жасайтынын соларға біз тауып іздеп, сол жердегі үлкен фабрика болсын, или оның астындағы дистрибьютор болсын, соларға кездестіріп тауып бере аламыз. Керемет, өте керемет. Енді мынандай сұрақ Сәкеңе, біздерден қандай не шығарса болады, о жаққа экспорт етсе болады, не заттарды жақсы көреді екен Қазақстанның, мысалға, оны да сұрап берсеңіз, мына жақтан жаңағындай өзіңізде ішкі Қытайда тұрасыз ғой бәрібір, сол қандай заттарды экспорттап шығарсақ болады. Экспортқа да көмектесеміз ғой, иә? Мен айтып берейін, біз қазір Alibaba'ны білеміз, бірақ Alibaba'ның ішінде қазір уже Қазақстанның өнімдері де ақырын шығарып жатыр.
Jingdong деген сайт бар, jd.com деген. Оның ішінде уже Қазақстанның мемлекет енді магазині бар. Jingdong деген. Оның ішінде Қазақстанның мысалы жаңағы кәмпит болсын, шоколад болсын, жаңағы порошоктар жаңағы. Бренд товарлар сатады. Бренд товарлар кіріп жатыр. Ақырын танымал болып Қазақстан өнімдері өтіп жатыр. Қазақстанда негізі аса көп шығаратын жаңағы сумай, он болсын жаңағы нелер өзімізден өндіретін арзан сапалы заттар көп кетіп жатыр. Қытайлар өте оңайды ондай заттар. Кәмпиттер. Кәмпиттер де жіберсе болады ғой. Неге жібермей жатыр Қазақстаннан? Уже бастап істеп алғандар бар. Мысалға үлкен рахат фабрикасы бар осы жерде. Олар неге істемей жатыр? Рахатқа мен былай 2017-18-де Қытай жақтағы адамдар келіп, сол рахатпен сөйлесіп, сол Қытайға сатуға уже бастаған екен жұмыстарын. Қазір Қытайдың ең үлкен платформа Tmall деген бар, Tmall, деген Taobao бар. Пиндодоға шығарған жоқ, әрине, бірақ соларға уже шығарыпты сатылуға. Рахаттың өздері жұмысшылары бар, Қытай тілін білетін, сол жаққа барып 2 ел жұмыс бастаған екен. Бірақ рахаттан басқа бізде Баян Сұлу бар. Басқалай тағы түрлі өзімізден өндіретін ішпек жемектер бар. Біз сол жайлы шығара алатын мүмкіндік бар Қытай жаққа. Қытайда қаншама адам тұрып жатыр. Қытайда сапалы өнімдерге қолжетімді бағаға качество андай сапалы өнімдер нелер ұсыныс берсек болады. Шетелден келген, тым более шетелден келген заттар десе олар тағы керемет жақсы алғысы келеді дегендей. Өте керемет. Мынандай не болып тұрды да кейін мысалға любой бизнесті тексеріп алса болады. Мысалға біздер Ташкентке анау-мынауға таргет жіберіп көре аламыз, Москваға. Қытайға қандай етіп таргет ба бір нәрсе шығарып көрсем болады, тестировать етуге. Мысалға Tmall ма, товар қоса алам ба, Taobao ма, Tmall ма, мысалға ала ма, алмай ма мына товар тестировать еткенге бір нәрселер бар ма, инструменттер. Қытай енді жабық мемлекет, бәріне документ сұрайды. О жағынан өзімізде сол анализбен айланысқан соң, былай айтқанда, Қытайдың өзінің басқаша құралдары бар. Ол ашық, біз білеміз, бірақ тіл жағынан көп адамдар қиналған соң таба алмайды. Тіл білу керек. Тіл білу керек. IT саласынан біраз аз білсек болады. Сол жағынан көмектесесіздер. Біз мысалы Қазақстанда жүрміз, қазір Каспи болсын, сату кезіп болсын, басқалай сайт Озон, Wildberries'тан біз анализ жасай аламыз, қандай тауарлар өтімді жақсы екен деген. Тоже Taobao болсын, Tmall болсын, әр сала, әр рейтинг шығарып таба аламыз, не жақсы өтеді, не кіреді деген. Сол арқылы даже Қытайдан біз не өтетінін біз осы елге әкелсек те ол да өтеді, ходовый товар болады дегендей. Жыл сайын біз көреміз, Қазақстанда бір жылы балалар ойнайтын бір жаңағы қолға бүйтіп айландыра салатын заттар өтіп кетті деп. Ол жоқ нәрсе, Қытайда хит болды, ол бүкіл елде хит болды. Қытайда емес, даже басқа Еуропада хит болып кетті деген. Біз әзіргі сезонға байланысты деп көп жұмыс жасаймыз. Қытайда болса сезонға қарамайтын да бизнестер болады. Өтетін, жақсы өтетін. О жақта негізі жаңалық өте көп, түрлі заттар шығады. Біз енді TikTok-тан қазір көреміз. Балалардың ойыншық бірдеңкелер қолмен битпесе машиналар былай жүре береді дегенде қызық заттар көп. Өндіріс олар мықты дамыған, ұсақ түйек заттар шығаруға тез ойламаған заттарды шығарып жібереді. Елдерге тарайды. Біз қызығамыз, телефоннан, TikTok-тан көреміз, ой балаларымға ап берсек болады дегендей. Арзан еще о жақта. Мына жақта ол кесе ол бір баға қосылып кетеді дегендей. Қытай жақтың енді жаңағы зерттеу нелерін оның бәрін тауып шығара аламыз. Жалпы мен бір товар шығарғым келсе сізге айтамын, мына товар тексеріп бере аласыз ба деп услугаңызды төлеймін да. Бір ай мен оған тестировать етіп беруге инструменттер бар. Шығармастан бұрын. Керемет. Сосын мысалы жаңа Қытайдың товарымен біз экспортқа шығамыз. Мысалы жанымызда көрші мемлекеттер, өзбектер, Қырғызстан, Россияның үлкен рыногы бар. Мысалы өте қызық ол рынок. Вот мысалы біз жаңа Қытайдан склад Қазақстанда ашыламыз деп қой. Вот соның ішіндегі товар арқылы Россияның рыногына кіруге, Өзбекстанның рыногына. Бізден көп былай қарасаңыз оларша. Біз өзіміз 18 зат. Қарасаң кішкентай, бірақ біз орналасқан жеріміз жақсы болып тұрды.
біз есік сияқтымыз да бір сөзбен айтқанда ана коридор біз Өзбекстанға да есік бола аламыз, Россияға да есік бола аламыз и Қырғызстанға да өз есік бола аламыз. Біз соны пайдалана аламыз мысалы осы қазіргі бастайын жатқан проект арқылы. Соған пайдалану үшін сол Қазақстаннан сол Жумжан деген нәрсе, Хайвей Цаң деген осы. Сосын дистрибуция бере аламыз мысалы, алып бере аламыз мысалы Қытайдың нелеріне. Болады ғой, әрине. Ешқандай ол жағынан қиыншылық болмайды, дұрыс па? Жалпы көп болевой точкалар емдеуге болады бұларды. Өздеріңіз жалпы енді сразу әңгіменің қызық жерін бастап кеткен сияқтымыз. Қытайда немен айналыстыңыздар өзі жалпы? Мен қай жылы келдіңіздер? Мен Қазақстанға бәрі бизнес. 2014 келдік. Мен ерте келіп алдым, осы жақтың енді почти жарты местныймын. Бірақ ана жақтан білімді алдық, осы жақтан білім алдық. Екі ортада ананы істеп, мынаны істеп, бәрі айланып келгенде біз товарный бизнес жақсы екен. И ортада өзіміз IT саласымен оқып шыққам. Осы IT саласын қосымша осы тауарға былай қосқанда нәтиже мол болады екен деп ойлаймын. Сосын Сәкеңмен енді басында сізбен сөйлестірдік. Сосын Сәкеңмен сөйлескенде де андай кейбір сөздер түсінбей қалды. Қазір күтедір самғарып табылайды. Қазір күтедір күн табылайды. Қазір айтамыз деп. Мысалы Сәкең де мысалы айтты, мен білемін, сіз үлкен қызметте болдыңыз еще деді. Үлкен қызметте болдыңыз. Қандай жұмыстар жасадыңыз, Сәке? Мен бұрын сол 10 жыл мына айта беріңіз. Қазақша. Яңчида не деп айтады? Яңчи дегенді Қытайдағы бүкіл әлем бойынша 500 не бар, үлкен компания бар. Соның ішіндегі Қытайдың компаниялары болады да. Мысалы біз айтамыз, Американың мысалы Apple, Microsoft дейміз. Қытайда тоже сондай бір үлкен андай компания болады. Соның ішіндегі біреуінде істеген ағам 10 жылдай. Жақсы должность оған. Қазір мен өзім сауд істейін деп шыққам. Қазақстанға бауырым шақырды, болатын жер екен деп. Келдік. Мынау біздің менің партнерім Ванфи деген. Енді көбінде мына Қытайдағы жұмыстарды осы кісі бітіреді, компаниядарды. Неге десеңіз, осы жақта Қытайдар мұн жаққа дүзу сауд істейін десе қорқады. Қорқады, сенім жоқ. Сонан кейін біздің мына Қытай жақта өзіміздің Қытайымыз бар. Барып дүзу содарменен әңгімелеседі. Хатон не деп айтады? Договор отырады. Соны түзеді. Сонан кейін сол жақтағы кісі. Біз енді бітіретініміз, енді мұн жақтағы кісілер тауар керек болса, айтыңыздар. Біз бітіретініміз дүзу ғане не тауар болса, соны сөз жер, Гончан не дейді? Заводынан дүзу ала аламыз. Мүмкіншіліктер бар. Жолды неме өшеді? Логистика, логистика, сондайдар, бірақ кеден, логистика, алған жерінен үйіңізге әкеп береміз. Барынша қолжетін ала алса. Қытайдармен дүзу байланыс қыламыз. Былайша айтқанда Қытайдың сенетін өзінің Қытайын таптық, Қазақтың сенетін өзінің қарапайым қазағын тауып. Сондай болды. Жаңа Қытайда ашылатын офиске де осы кісі ала қалса болды. Жалпы сіз қанша жасыңызда келдіңіз сонда? Мен 18 жаста келдім ғой. 18 жаста келдіңіз. Қазір 28. Бизнеске қарата жаймен. 10 жыл. Еще қызығы Сәкең, сіз құрғыл қоймай өзіңіздің брендіңізбен келе жүрсіз бе? Бренд. Трицкл. Серік электрик. Мұн жаққа сол трескір әкелгенбіз, осы жақтағы мына немене керек, не деуші жаңа? Ауыл шаруашылыққа ішілететін трексик, төкпен жүретін Қытай жақта көп дамып кетті. Бәрі үйде бірден бар. Ол сол біреумен жамбақ кетеді. Анан тас, мұнан тас, жұмысқа жүгір. Табыс көзі да? Бізде Қазақстанда ол жоқ болғандықтан біздегі ауылдағы кісілер ладан мен не болмаса жаңа универсальный машинамен, көне машинамен бір тірлігін алып бір жерге апарып, базарға бір жексенбі күні базарына шығарып бірдеңе сатады деген. Ана жаққа барып біреуден
бір-екі тоннаның затын салу үшін біреу ақшасын төлеп бір жеріне апарады дегендей. Ал Қытайда болса көбінесе осындай ұшақтық жаңағы трицикл дейміз, солармен саудады. Ол неге төкпен жүреді деген бір қызық жері бар. Қытайда бензин қымбат, бірақ төгі қалыпты баға. Ал Қазақстанда тоже бензин арзан, бірақ төгі тіпті арзан болады. Еще трициклды біз жаңа кіргізген трицикл 1.6 размер, 1.8 размер бар. 1.6 80 км жүреді, 1.8 100 км жүреді. Біреулер айтады, бұл енді аз жүреді екен ғой, бензин құйып алсам 500 км жүремін дейді. Зачем 500 км сен трициклмен жүресің? Сен бір анау жақтан мына жаққа барып, Алматыдан Шымкентке барып тауарын сатпай шығарсың. Сен бір ауылдан бір ауылға апарып, сен бір полядан барып, бір алмаңды жинап, картошканы жинап үйге апару үшін ондай заттар керек шын айтқанда. Ол қысқа жолға бір 10-20 км жерге ар-бері тасыса болады. И зарядтаса 5-6 сағатта толады. Төкпен жүрген соң ол төкті де көп жемейді. Үйдің домашний төгімен бізде қанша 20 теңге бір несі, ол арзан шығады дегенде. Киловатт. Киловатты. А бензин, шын айтқанда, бензин ол орналасқан жер тағы қаланың бір жерінде болады, ар-бері ол жерге жетіп ап құйып бензинді ары қарай айдап келу, ода бекер расход, шын айтқанда. Жоқ, одан басқа да шлангілер бар, үзіледі, бұзылады, жөндеуі бар. Ал мына жақта өзің жолмен пайдалансаң, ол ұзақ қызмет атқарады. Жалпы бұны да сатып қой, бірақ компаниялар бұл жерде компанияларды уже алып жатыр ше. Кәдімгі скаттағы стратегия магазиндер алып жатыр. Олар біліп отыр да. Бұнымен көптеген шығынды жауып шығын шықпайды бір сөзбен. Бір рет алдың, ұзағынан пайдаландың, еще алған кісілер де қайта звондап дейді. Кәдімгідей риза болып жатыр негізі. Көп трициклдар бар. Мен енді бізде сатылды ғой. Көп трициклдарды қарадым, көбісінен қарадым. Басында енді сату үшін білуің керек өзің тауардың не екен, не сатып жатсың, не ұсынып жатсың жалпы. Сол кезде қарадым, көбісі 50-60 км жүреді. Толық зарядта. Бұлардың айырмашылығы 80-100 жүретінен бұл. Біз 80 деп сатамыз, бірақ клиенттеріміз звондап бір мынандай қыз болды. 80 жүреді деп, енді барынша түсіндіріп айтасың, 80 жүреді деп айт. Сөйтіп сіздер де естіңіздер шығар, айдап кеткен кісі. Сол кісі ертеңгісі звондап тұр осылай. Жетті, мынау 100 километрға жетті дейді. Біз былай біреулер қосып айтады, біз аздатып айтамыз. Біз азайтып айтамыз. Біз мына үйден складтан біреу шелекке айдап барыпты. Шелек Алматыдан шелек даже 100-150 км жердей бар. Соны айдап барғанда енді тәл сол ауыл үйінің есік алдына жеткенде. Алматыдан шелекке барған ба? Есікке де барғаны бар 60 км. Ол новый батареясы өзімізден шығарған ең енді мықтысын салып орнатып сатып жатырмыз. Базардағы қазір базардағылар енді жамандап жатқан жоқпын. Әртүрлі кіріп жатыр Қазақстанға. Біз қазақстандықтар, біздегі кісілер көбінесе сырты бейнесіне қарайды, бірақ оның ішіне характерлерін жақсы зерттемейді. Алады да нақты істеткен соң біледі не зат, не екен. Бізде көбінесе не үшін iPhone аламыз, не үшін ана жақта басқалар Xiaomi алады, не алады, мынаны алады. Камерасы ұқсамайды, ішіндегі системасы ұқсамайды. Бәр жерінен ол ұқсамайтын жері бар. Әзіргі телефон біреудің бағасы құнды 500 мың қалады біреу телефон. Оның сапасы жақсы болғандықтан сеніп отырып алып жатыр. Біздің де заманымыз осы Қазақстанда қазір ақырын-ақырын көтеріп жатыр. Сапалы затқа ақырын-ақырын көшіп жатырмыз. Қашан бұрын енді 90 жылдар, 2000 жылдар арзан болса, әйтеу киілсе болды. Одноразовый болса да одноразовый затты многоразовый деп кие береміз заттарымызды. Бірақ әзір жағдайымыз ақырын-ақырын көтерілген соң ол біз ойлағандай емес ол. Бәрі Қытай десе сапасыз несін. Мен айтқым келіп отқан осы трициклдар арқылы мысал келтіріп кеткім келіп отыр. Бұлар сапасы бар екен, адамдар пайдаланғаннан кейін түсініп айтып жатыр, звондап жатыр. Осылай, рахмет, Алла разы болсын әйтеуір. Бірақ әлі бір кісі болған жоқ, қанша трицикл сатылды. Мына трициклың ұнамады, немесе мына жері мынандай болды, айтқандай болмады деген адам болған жоқ. Мен соған риза болдым да. Мысалы басқа тауарлар болатын болса, уже адамдар сұрайтын еді. Мына неге бүйтіп қалды, неге ана бүйтіп қалды. Сондай моменттер, соны трициклмен мысал келтіріп кеттім еді. Сәке, сосын сұрағым, ана Қытайда мысалға бар ғой бизнестер, кәсіп түрлері, мына жақта жоқ, қандай кәсіп түрлері бар? Өзіңіз осы уақытқа дейін жүрдіңіз, мысалға ойлағандыңыз, неткеніңіз, мына жақта жоқ кәсіп түрлері, о жақта бар. Кәсіп түрлері
қандайлары әлі Қазақстаннан көрмеген. Қазақстанда сұранысқа ие болуы мүмкін деген заттар. Қазақстан менталитеті. Шын айтқанда көп адам бұны андай біздегі кісілер бір саланы істесе Қазақстанда жоқ болса, ол тығып алып секретный бизнес деп өзім алдымен бай болайын деп бастайды деген. Біз қазір TikTokта түрлі новый кәсіптерді шығарып жатырмыз. Негізі Қазақстанда көп кәсіп жоқ. Елдер істеп әптен тауып ақшасын бәрін жағдайын жасап алғанда бұл таратады елге мынаны істесе болады екен ғой деп. Мен 2018-де бірінші Алматыдағы чайный домды аштым. Чайный дом деген біз қазір ішіп жатқандай нелер кофе ғой, Starbucks, бірақ мына жақта чаймен жасайтын түрлі бар. Қазір қалада Тидот дейміз, басқа түрлі брендтер кіріп кетті. Бұл Қазақстанда жоқ болған. Бірақ мен бастап істедім, бірақ біздікі интернет-клубтың ішінен істеген соң ол аудиториямыз көп емес, сол күнделікті сол 50-60 стакан сатамыз, сол клубтың ішінде ойнап жатқан балалар алады дегендей. Қазақстанда негізі көрші елімізден, Қытайдан копия жасап әкеп істесе болатын кәсіптер түрі көп. Сіз қазір станок бизнес каналда шығарып жатқан көп сала заттары Қазақстанда жоқ. Біз ұсақ түйек кішкентай бір неден бастап айтайық дейік. Мына телефонның чехолы дейікші. Даже Қазақстанда телефон чехолдың мына сыртындегі сәнді фото бейнелерді шығара алатын жерде аз. Бар шығар қазір, кірген шығар, бірақ аз. Ал одан бастап тіпті мына кітапша бірдеңкелердің өзін сыртынан былай қатты материалмен былай кітапшаның өзін жасайтын жерде аз. Қымбат алады. Станоктар жоқ. Может бар шығар, бірақ көп ақшамен жасайды дегендей. Типография жағынан болсын, жаңағы копицентрлердің нелер бағалар өте қымбат. Мысалы сіздер шығарған жаңағы пакетке логотип жасау деген. Ол бір жағынан бір үлкен жақсы нәтиже болған шығар. Көп кісілер соны алып, сол бизнес баста кеткен көмектестіңіздер дегендей. Бірақ сіздерден бұрын ол деген бір компанияны өзің ұстап жатқан бір бизнесі дегендей, елге таратпай білдіртпей дегендей, секретный бизнес дегендей. Ал ондай кәсіп көп жетеді. Мен қазір ойланып көрейін, мысалы біз лепешка жасаймыз дейік. Лепешканы жасай, бізде кісілер лепешканы көшеден сатып алады, наубайханадан. Ол енді тандырдан шығады. Ал Қытайда лепешканы жасағанда ол аппараттары бар. Ол аппарат, 2-3 түрлі аппарат бар. Бірінші онды жаңағы аппаратқа салады, оның ішіне су құяды, майын құяды, жұмыртқасын құяды, оны илеп береді, тұзын теңшеп бәрі. Ол шыққаннан кейін екінші жерінен ол лепешканы дөңгелек болып, оның үстінде салатын бәрін шығарып береді. Ол үшінші жеріне келгенде ол лепешканы ана жерге барып қыздыратын жаңағы духовка бірдеңкелерге салатын жері бар. Бәрін бір былай шығарғанда 15-20 минутта неше жүз лепешканы пісіріп шығатын аппарат линиясы бар. Ал одан сырт енді тағы тамақ саладан неше түрлі заттар көп. Біз қазір сырттан гриль жейміз. Грильдің аппараттары негізі ана Турциядан болсын, донердің аппараттары Турциядан келеді деген. Одан басқа тіпті қолайлы жасаған заттар бар. Бар заттар Қазақстанда бар, бірақ одан жақсы қолайлы жасаған заттар аз. Одан кейін жоқ заттардан зерттейтін болсақ, енді сіздің каналыңызға жіберіп біз бірлесіп шығарып отырамыз. Біздің кісілер көріп отырады. Енді біздің каналдағы салынған заттардың қанша проценті Қазақстанда бар, қанша процент жоқ деп ойлайсыз? 50%. Даже одан да жоғары деп ойлаймын. Әлі келмеген. Келмей, көп сала бос. Жалпы біздікілер ойлайды, бізді көретін кісілер ойлайды, әшейін видео ретінде көріп емес, ол жерде қанша идея бар, қанша энергия кетеді. Любой біреуін алып алып істесе де байып кететін сала. Мән беру керек та. Мән беру керек. Оны әшейін құр сөз ретінде, құр видео ретінде көрмеу керек. Оған ойлану керек, кішкене бас істету керек, бәрі андай. Былай қарасаңыз, ақшасы бар адамда, ақшасы жоқ адамда, мысалы ақшаң болып тұрса да пайдасы жоқ, идея болмаса да. Бизнес бастауға идеяң болмаса, ақшаң миллиардтан ақшаң болсын, оның идеяң болмаса пайдасы жоқ. Түгеді ғой бір күні. Вот сол сияқты ол жерде бесплатно қаншама идеялар жатыр. Дұрыс, бизнесте негізі идея өте. Сосын ана
Мараттың несін сөзін байланыстырғым келеді. Ана сапаға келген уақытша өткенде Сәкеңнің аузынан шығып кетті ғой. Япондар Қытайға барып жасатқызып Қазақстанға экспорттап жатқан. Знаешь, сапалы товарларды Японның атымен Қытайлар жасап беріп жатыр да, кейін оны экспорт жасап жатыр. Японияның басқа мемлекеттікі, бірақ түбі Қытайдан шығып тұр да. Көп Турцияның товарларында бәрі Қытайлар. Соны көп адам білмейді екен да оны. Сол туралы айтып өтіп кетсеңіз, мысалға қандай товарларды мысалға Япония, Турция жасатқызады да оларға береді, олар біздерге сатады. Біздер Турцияныкі японский дейміз, корейский деп аламыз. Қайсы елдер жасатқызады Қытайға товарларды? Германияның өзі де может жасатқызады. Көп қой. Мысалы болғанда, мысалы мына Корея, Жапония жері кіти болады. Кіти жерінде адамдар көп болғасын, олардың мына жасау ақысы қымбат болады. Адамға тигені. Сонда мына Қытай жақта адам көп, жері көп. Жасау ақысы төмен болады. Аппараттар дайын. Аппараттар дайын. Ол дүниеге жасап береді. Ол екі мемлекетке ғана емес. Кім жасап берді десе, соған жасап береді. Үстіне маркасын жазбайды. Брендін басып береді. Мен қалаған атты басып береді. Қалаған атты. Серік десеңіз, серік деп жазып береді. Қыран десеңіз, қыран деп жазып береді маркасын. Қалаған сапаңда шығарып береді. Соны сөйтіп шығарып береді, соны өзі алып кетеді, алып кетіп мемлекетін алып, өз таңбасын басып сонан кейін. Біз шығарғанымыз деп Қазақстанға апара ма, Россияға апара ма? Бір пример бар. Менің досым, шаш алатын досым, оның клиенті бар. Япониядан не алады екен да, жаңағындай памперс алады, Каспийда сатып жатыр. Дистрибуциясын алып алған үлкен компанияның. Олар да онда солай жасап жатқан болуы мүмкін ғой. Япониядағы нелер Қытайға памперсті жасатқызып алып, өздерінің атын қойып, Қазақстанға экспорттап жатыр. Көп, өте көп. Айта кетейін, мысалы, Жапонияда олардың F4 деген бір несі бар, тексеру сертификаты бар. Бізде EAC мен жүреді. Еуропада CE дейді, Қытайда QR дейді. Әр мемлекеттің өзінің сертификат тексеру несі ұқсамайды. Ал Жапонияда клиенттер Қытайға заказ береді. Памперс дейміз, танымал Мерис дейміз, Мони деген дейді. Олар Қытайлар өндіріп шығарып береді. Жапонияның өзінің берген айтқан талабымен. Жапониядағы үлкен компаниялар ол тексереді, тауар өте ма, өтпей ма. Әптен бәрі өткен деңгейіне жеткен стандартынан өткен болса, ол ақшасын төлейді дегендей, соңғы ақшасын заводқа. Сол үшін Қытайда ол сен қандай талап бересің, қандай качествоның затын шығарып береді. Бізге негізі жамандамай-ақ қояйын, бірақ біз енден көтерілдік Қазақстан. Африкаға Қытай тоже товар апарады. Ең мусорлы заттардан зат шығарып беріп апарады. Бірақ ол халықтар алады. Жағдай жеткені сол. Америкаға ең үлкен жоғары деңгейге заттарын жасап береді. Жапонияға тоже. Олар халықтар, мысалы, мына зат, мысалы, 500 теңге болса, Жапонияға шығарған заттың құны мүмкін 5000 теңге болады. Бірақ жапондықтар оны ала алады, күші жетеді. Ал бізге мынау 500 теңге десек, біз ол не деген арзан, не деген қымбат сатып жатырса, бізге 200 теңге ғой мынау негізі деп біз айтамыз. Сол үшін ол кезде товардың құны түсе береді да, оның качество, сапасы да түсе береді. Сондай. Сосын тағы біреуні көрдім, Өзбекстанның бір передачасын көрдім, сондай бизнес жасап жатқан. Ол бір адам келді қонаққа, ол бренд жасап қойған екен, кнопочный телефондар бар ғой, не дейді, басатын саусақты. Әлі олар не екен да, сатылымда екен да, жақсы өтеді екен. Ол бір рет жасап алған екен. Ол кімдерге жасады? Қытайларға, зауытқа заказ береді екен, өзінің брендін басып береді екен. Бір адамын сол жақтан жалдап қойыпты екен, менеджер, бір Қытай қызды. Біздердің стандарт бойынша, біздер жаңағы берген дизайн, біздер функция берген бойынша жасатқызып, сол жақтан на месте тексертіріп, бір контейнерде мынақа жіберіп, олай да жұмыс істеуге болады. Менде бір бренд болса, мысалы үшін Қазақстанда бір менеджерді сол жақтың өзінен жалдап, мысалы Қытай қызды жалдаймын да, сол менеджерді зауытқа қойып қоямын. Ол тексеріп алады товарларды, кейін мынақа жіберткізетіндей. Өзім Қазақстаннан бір адамды қоймай. Ондай да қызмет түрлері бар ма? Бар. Жасаса болады ондай қызмет түрін. Ортада обязательно біз гарантия болып сол жұмыс жасаймыз деп отырмыз да. Қазақстаннан клиент Қытайға барады, бір фабрикаға барамыз, ол жақтан біз товарын тексеріп, жақсы, ең төмен баға, ең
сапалы зат деп таңдап береміз. Ары қарай ол кісінің енді оның талабы бар. Мына жерде қытайша жазу емес, маған қазақша жазу, орысша жазумен шығарып берсін деп өзгертеміз. Ол киім-кешектердің болсын, басқа сала заттары болсын, ол кезде сол жақта арнайы специалист сол жерде барып бақылап отыру керек. Ол кісі мүмкін ертең кетеді Қазақстанға, ана жақта күтеді товар, келгенде товар дұрыс болмай қалса қалай болады деген күмәні болады. Ал біз ол жағынан көмектесеміз. Бәр жағын жүйеге қойып алғанша. Сосын ол Қытай жақтан сол жүйеге кіргізіп берген соң, сол кезде оплата сосын жасаймыз. Біз арқылы жасаса да болады, өздері кісілер жасаса болады. Товардың заты нақты өткен соң, сапалы жасалған соң төлеу керек дегендей. Договорға солай жасаймыз. Бірінші Қытай сізге товарды шығарып береді, обязательно. Ол сіз берген талапқа сай болса ғана ақша төлейсіз. Ақшасын солай жасаймыз. Жоқ, мен алмайын да атқа жасайсыз. Бірінші рет жасағанда ма ол қандай мысалға? Ямшин береді ғой. Бірінші рет оның жаңағы тест андай жасап, андай абразис жасап береді. Сол арқылы осындай сапамен жасайсыңдар деп біз айтамыз. Клиенттер сондай сапа ұнады, осы мен жасайсыңдар дейміз. Ал егер ол сол кезде уже бір 50% па 30% оплатаны жасау керек. Ары қарай товар шыққан соң соңында біз тағы тексереміз. Одан кейін ары қарай товарды Қазақстанға жібергеннен кейін сол кезде ақшасын сол жерден моментте төлеп ары қарай жұмыс не қыла береміз. Абразистің да қазір Марат, абразистің да нелері қымбат болып кетуі мүмкін ғой. Абразист мысалға 1 штук заказ бердім, ол 1 штук емес, олар 100 штук, 1000 штук үшін 1 штукты жасап беріп жатыр. Ертең абразистке бір 50 штук, 40 штуктың бағасымен тең болуы мүмкін ба? Мүмкін. Бір абразист мысалға мына телефон 500 мың болса, мен бір нәрсесін өзгертіп жатырмын, какой-то бір нәрсесін. 500 мың болса, маған соны 5 миллионға бір абразисті жасауы мүмкін ғой. Кейін ары қарай бағаны түсіруі мүмкін, алатын болса. Бұл былай айтқанда біз іздеген жаңағы өндіріс жасайтын фабрикалар, заводтар болсын, олар негізі Қазақстанға болсын, жан-жақ елге болсын, жұмыс жасаған елдер. Сол кезде олар әбден мүмкін келіседі, ондай жоғары сумамен жасап беру емес, 100 штук болсын, 50 штуктың андай құнымен есептеп жасап береді. Ол кезде ол товардың, келесі партияның товарына ол қосылу мүмкін бірдеңке. Егер объеммен жеткен кезде ол бағасы төмендейді. Бірақ біздің кеңесіміз абразис жасау керек. Стандартпен алдай көшеде көріп жатқан заттармен ұқсамайтын заттар жасаса, Қытайдың күші жетеді. Түрлі ұқсамайтын заттар, сырты бейнесін бәрін өзгертіп жасап береді. Сонда Қытайдағы заводтар өз бір жеңіл түсіндірсек, Қытайдың заводтары өздерінің услугасын сатып жатыр, иә? Услуга ма, товар ма сатып жатыр? Услугасын. Мысалы, менде мынандай зат бар, мен оған барамда, маған мынаны істеп бер деймін. О, товар береді ғой саған, қызмет бермейді ғой, товар береді. Мысалы, біз мына Starbucks-тың мынандайын айтамыз. Қазақстанда мына Starbucks-тың мына логотипін мынаған жасап беру үшін қанша кетеді, сіздерден сұрайыншы? Қайсың? Мына стаканның сыртында мынандай. Может, 2 теңге. Пустой стакан. 2 теңге ол қандай объемда 2 теңге болады? Может, 1000 штукқа 2 теңге. Тек стаканның емес, печаттың өзінің бағасы. Печаттың өзінің бағасы. Сондай. Қытайда да тоже сондай. Бірақ одан төмендеу болуы мүмкін, бесплатный болуы мүмкін дегендей. Егер объем жоғары болғанда, ол кезде олар бәрін жағдайын жасап береді, бесплатный бәрін шығарып, әдемілеп жасап берсе болады деген. Иә, мен қазір 2 теңге деп зауыттың Қытайдағы бағасын айтып отырмын. Мына жақта бұл 50 теңге, 40 теңге кемі. Сол ғой. Қазақстанда не үшін мындай печат жасайтын бірдеңкесі жоқ, бар, бірақ қымбат. Не үшін дегенде әңгіме бар. Бәрібір сырье Қытайдан келеді ғой. Бәрібір краска Қытайдан келіп тұр. Егер біздерде краска болмай қалса, тұрып қаламыз. Оның бәрі материалы, расходный материал Қытайдан келіп тұрды. Бәрібір Қытайдан қашып құтыла алмаймыз. Қазақстанда жем жоқ дейсіз? Иә, Қазақстанда қазір көреміз, сауда ол конкурент аз. Қандай сала бойынша мысалға? Бәр саласы. Иә, Қытайға салыстырмалы түрде. Иә. Әр жерден ақша табуға келеді әзір Қазақстанда. Шынын айтса. Әр жерде. Көбісі ниша іздеп жүрді, мына сөзді кейін сонда қалай дейді сияқты. Қазақстанда нәрселер қымбат болып тұрғаны сол. Істейтін адам аз. Конкуренцияның жоқ.
жоқ болғасын ол бағасын өздері қанша деп сатса сонша деп сата береді. Мысалға ана полканы Қытайдан алдым, где-то бір 5000 теңге ме алдым сол полканы. Ана сонда қарасаңыз, мынандай коробкада салып жіберген ғой Сәке. Мынандай ғана коробка ғой, осы сиіп тұр. Кішке қалай сыйғызып жіберген, одан да көп негізі. Тағы бір полкасы бар, кеше 7000 теңгеге алдық. Мына жақтан салыстырсақ ол 50 000 болады кемінде. Основной товарлар жолға ақшасы не істеп тұр ғой? Жолға кетеді ақшасы көбінде. Қымбат жатса. Ол егерде 1-2 штук зат алдырса қымбат жат. А былай целый фура өзінің товарын алып кететін сол кезде әңгіме басқаша. Егер клиент тағы күтем десе, пойызбен жіберсе, одан арзан шығады, бірақ уақыт сұрайды дегендей. Біздің компания енді сол неменеге қаратылу ғой. Сатушыларға. Сатушыларға қаратылу. Оптом ана сол неменеменен қоншқан не деп шеді? Фабрикамен түзу. Байланыс. Көп кіргізу керек. Айтқан. Сапалы зат беру керек. Сапалы зат. Арзан болу керек барынша. Енді қытайшамен бір сөйлеп жүрейік ана жақта. Жоқ, ағамыздың өзінің бір-екі ойларын болса. Қытайша сұрайын ба? Не деп айтам? Сұрай берің өзіңіздің қалаған неңізде, мысалға қандай көмек бере аламыз, мысалға қандай товарларды алып кірген жақсы. Айтсам. Жастар бақытты болсын. 王总，国内的话，到时候就是怎么对接客户呀？国内那边的话，其实好多这边现在那边工厂的话，其实都想做这个外贸的工厂应该是很多的，客户都有这个需求。我们有独家的工厂啥的，是吧？对，这个应该还是很有前途的。对，中国现在他们政策也是走出去，对一个大的一个政策方针，他们现在开始重点的想做外贸跨境这块儿。然后我们像目前我们中国那边的商户，无论是大无论是小，他们想去开发海外市场，他们碰到的一个很大的困难，可能就是在海外市场找不到靠谱的合作伙伴、合伙人，或者是其他像这边市场如何开发、市场如何分析。像我们这次我们也是其实这边有很多机会，您觉得怎么样？哪些行业有机会？然后看这边的话，日用百货。对，我们看到我们超市里面这些，对，日用百货、汽配、汽车相关的。对，可以做的很多。对，然后还有一种，就是我们之前看到那些客户，他们从互联网上也看到过像去出国经商，他们如果是说选择哈萨克斯坦经商，他们会看到一些帖子上面去说拖账，然后这边的信用度不高等相关话题。然后我们现在成立这样的一个，说白了可能就是一个担保类型的一个公司，的一个好处是什么？您觉得？首先的话，对国内企业的话，它就可以省去很多的一些成本。像如果说自己过来考察，来1趟2趟，然后可能考察的还不一定有那么全面，而且自己过来如果从头开始做的话，其实成本是很高的。对。如果说是有现在这种平台的话，它的成本就可以降低下来。对。我们在这边成立海外仓，不光是一个海外仓这么简单，我们无论是从它的货物运输，到它的海外存储，到它的税收政策相关，然后到后面的结算这一条龙，甚至我们目前因为有我们自己的网红团队，我们有相当大的流量可以去曝光这个产品，然后去开发这边的 B2B， 去开发当地商户。其实我们做的这一块服务已经解决了95%以上的困难，剩下的可能剩下的可能有哪些痛点我们没有解决呢？对于中国商户来说，现在可能就是大家相互之间的信任度。对，因为国内的客户不了解这边，对，所以他们怎么能让那边的客户能够放心的把这些东西放在这边，让你们去。对，了解。
бұл кісінің жағдайды түсінген сияқты бада бердік да қой деген ба. Сол жаңағы біз бастайын жатқан проектіде біз қандай пайда түйіндеме, қандай ерекшеліктері болады проекттің. Соны айтып берсек, қазақша және қытайша. Қай жағынан пайда келеді бізге ма, или осы біздің қазақстандықтарға да және Қазақстан келіп жатқан Қытай. Бірінші қазақстандықтарға мұндай мүмкіншілік болады. Біз жақсы качестволы товар, үлкен фабрика, жаңағы тиімді логистикамен мықты нелерді әкеле аламыз Қазақстанға. Қамтамасыз ете аламыз. Қазақстандықтарға ары қарай біз апара аламыз, сол жаққа көрсете аламыз. Жақсы заманауи шығып жатқан не бар әзір базардан. Біз әзір 2020-2019-ның затын әкеп шығарып жатырмыз, шын айтқанда. 1-2 жыл кейін біз көп нәрсеге жаңа заттарға қорқамыз, бірақ біз көзіміз ашуымыз керек, жаңа заттарды кіргізіп шығаруымыз керек, елден 1-2 этап тез қимылдауымыз керек дегендей. Қазақстанда қазір сала бәрі істеп жатқан көп, ананы істеп жатыр, мынаны істеп жатыр. Қытайлар да келіп конкурент болып жатыр, шын айтқанда. Олар да бастап істеп кетіп жатыр. Бізде базарда әзір қазақтар емес, дүнгендер ұстап отыр. Жаман айтпай-ақ қояйын, енді шын айтқанда өзіміз қазақ неге дамымаймыз? Ана жақта дүнгендер 1-2 ауыз шаламала қытай тілімен істесе де андай әзір үлкен оборотпен, саудамен жақсы пайда тауып жатыр дегендей. Олар бағасын қойып тастаған, қымбат қылып. Ал біздің мақсатымыз соларды жаман болып қала ма былай айтып жерсем жойып жібереміз дегендей. Барынша елімізге тиісті жақсы не қылайық дегендей. Қолжетімді қылайық бағаны өзімізге алайық барынша. Және елдерде мысалы қазір 2 жыл 3 жыл бұрын шығып қойған Қытайда зат енді келіп жатыр. Біз оған аузымыз ашып таңғалып жүріп қазір. Біз осы жылғы заттарды тапып келуге тырысайық. Еще оны өзіміздің күшімізбен емес, ол жақтың күшімен. Оларға да пайдамыз тигізейік. Олардың да жұмыс істеуін біз контрольда ұстауымыз керек. Соны да ұстаймыз. Олардан да бізге сапасы кемеуін. Конечно. Клиенттер риза болатын, и сатушы да риза болатын. Себебіне тоқталайық. Мысалға, не үшін кешігіп келіп жатыр ондай товарлар? Потому что Қазақстанның несі рынок кішкентай, аз. Бұны істеп жатқан адамдар қазір базардағы бизнес Қытайлар келіп көрді. Күні жүйе екен. Әлі біреу барып бір ұсақ түйек затын апарып базарға барып кішкентай бутигін ашып жоғары бағамен сатып жатыр. Жаңа шыққан заттарды андай көбінесе мүмкін өтпейтін шығар деп, мүмкін аз өтетін шығар деп аз кіргізіп жатыр. Қытайда бір айтсам бола ма екен, мындай бір Қытайда сату идеясы бар. Мысалы біз Пиндодо дейміз ғой. Негізі Пиндодоның товарлары қымбат. Пиндодоның ішіндегі мен сен дүкен аша аламыз, егер тиісті ақшасын төлесек. Бірақ мына мысалы сіздер айтқан диван, ана диван Пиндодоны іздесек 20-30, даже 50-ден астам сатушылар сатып жатыр. Бірақ оның түбі фабрика. Ал олар фабрикадан дистрибьютор болып істеп жатыр. Бірақ олардың қолында ешқандай наличный товар жоқ. Ана жақтан Пиндододан біз заказ береміз, кнопкасын басып ақшасын төлейміз, анау сразу фабрикаға ақшасын төлейді. Бұлай айтқанда ол ана дистрибьюторлар олар Леулянды не дейді андай елге показат көрсетіп жатыр да, қолында ешқандай заты жоқ дегендей. Біз сол түбін тауып, соның несін іздеуіміз керек. Біздің міндетіміз соны тауып іздеп, ары қарай соны тиімді бағамен шығаруымыз керек. Былайша айтқанда, сонда Қазақстандағы товар жаңағы Пиндододан да арзан болуы мүмкін. Немесе даже онымен бірдей болып, бірақ күтпеуіңіз мүмкін. Бүгін алдың, бүгін алып кетесің. Пиндододан үлкен затты алып болмайды ғой. Пиндодоның товарлары почта арқылы келеді, логистикамен келмейді. Қазпошта, сол сияқты поштамен келеді. Ол жерде үлкен товар сатып ала алмаймын ғой, бағасы мынандай болып кетеді. Көп болып кетеді бағасы. Иә, қазіргі Пиндодода біздің Қазақстандағы неше түрлі жаңағы нелер кірісті, жаңағы Қазпошта болсын, басқа кішігірім логистикалар кірісіп, әзір Пиндодолармен договор істеп алды. Бірақ оның да жол ақысы
тарифтары басқаша қымбат болып тұр. Себебі ол былай айтқанда Pinduoduo ол платформа, оның үстіне шығарған тауар, оның трансеті бар дегендей. И ол жақтағы логистикамен есептеп шығарғанда бағасы да көп асып кетеді. Сатушыларға былай айтқанда тиімсіз болып тұр ғой. Иә. Мына жақтан кәсіп бастаған кісілер қашанға дейін Alibaba Pinduoduoмен товар іздеп жүреді. Біздің кеңесіміз платформа арқылы емес, давай платформамен бастайды көп кісілер. Ары қарай олар негізі фабрикамен жұмыс жасап. Қандай ыңғайлы инструменттер болады, мысалға байланыстыратын Қытайлармен? Қытайлармен байланысты инструменттер бірінші жаңағы WeChat-тар болады. Олар Қытай мемлекет, олардың өздерінің заңдары бар. Шетелдің жаңағы WhatsApp дейміз, Instagram, YouTube, жаңағы Twitter дегендер тыйым салынғанда, соған бізге шетелдегі адамдар әзір WeChat-пен қолданып сөйлесе аламыз. Бірақ тіл жағынан көбінесе бізде кемшілігіміз бар. Біз орысша, олармен қытайша қалай сөйлесеміз деген. Негізі қорықпау керек. Тіл деген бір құрал. Тілмен любой сіз орысшамен жазып жерсеңіз де, переводпен қытайшамен жазып жерсеңіз де, тікелей өзінде шала болса да переводы бар. Ол Қытайдағы адамдардың бір жұмыс жасағанда сервис жағы өте мықты. Өте андай тез жауап береді. 24 сағат телефон жұмысқа өте зейін береді дегендей. Бір клиенттен ақша таппасы да болашағын ойлап, осы адамды ұстап алып, бір рет, екі рет емес, 100 рет жұмыс жасағысы кеп, адамды тартады да жұмысқа. Соған қорықпай оларға жаза беру керек. Ағылшыншамен жазсақ та болады. Бүйтіп, олар түсінеді, олар ағылшыншамен жазып бізге қайтадан біз ол телефонда Google Яндекс переводпен аударып қайта жіберіп жесек те болады. Тіл жағынан негізі қорықпау керек. Бірақ біз тіл жағынан да көмектесеміз ғой енді. Иә. Үлкен көлемдегі, мысалы үшін станок, жаңағындай серьезный заттар алып жатқан уақытта, ол сөйлеспесе, анау не шешпеуі мүмкін да, тіл. Анандай нақты сөйлесіп беретін адам керек болады. Үлкен сала жағындағына келгенде, тіл жағы болсын, жаңағы товар, жаңағы станок болсын, олардың үйрену немен жасап шықты, қай жері расходный зат болады, оның Қазақстанға әкелу қандай бір заң жағынан бірдеңкесі болады да, ол төгі болсын, жаңағы 380-220 дегендей, ол жағын негізі көп жері бар да, оның тексеру бақылайтын жер. Ол бізге егер мына станокты әкеп болашақта осы кәсіп, осымен кәсіп табыс көзім болсын, 10 жыл осымен ақша табам деп ойлаған кісі болса, біріншіден негізі сол жаққа бару керек. Сол жаққа барып, әптен зерттеп, тексеріп, үйреніп, әкеп. Ол жақтағы адамдар монтажын жасап, келіп, үйретіп, обученияда істеткіз аламыз ғой? Істеткіз аламыз. Сол туралы айтып кетсеңіз, мысалы. Мысалы, сіз жаңа айтқан пакет, бізде пакет өзі өндірмейді шығар. PET дейміз, бірақ қымбат болады дегендей. Шикізат материалдар бәрібір бірдеңке тауымыз еді, әйтеу бірдеңке ол жағы. Бірақ жаңағы аппараттарды әкелеміз ана жақтан. Ода бір жер күйіп кетеді, бірдер істемей қалады деген ертең күні уайымдайтынымыз жер сол. Қытайлар айтады, гарантия 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деп. Гарантияға да кейбір кезде сенімсіз болып қалады да, ол бұзылып қалса кімді іздейміз, ол Қытайдан қайта келіп ұшып келмейтін шығар деген. Біз ол кезде көреміз, мына немен жасап, зерттеп, ішін ашып көріп, қай жері күйіп кететін жері, ол күйсе мына жақта техниктер мына жақтан жасап бере ма, соның бәрін Қытайды шақыру керек. Бірдеңке маңызды үлкен андай қымбат құнды заттар болса станоктарымыз. Ал енді Алла қаласа осы проекттің басында енді жақында каналдарымызда барлық өзінің запускать еткен уақыттарымыздың бәрін өзін жібереміз. Алла қаласа әлі істелінетін тірліктер бар, жұмыстар бар. Оның бәрін естіген екен. Алла қаласа адресті айтып, сол жерден бәрін қолжетімді қылуға тырысамыз. Сұрақтар болса, неге WhatsApp-тың несін нөмірін қойып кетеміз ғой, тікелей байланысқа шыға берсеңіздер болады. WhatsApp-тың несін қойып кетеміз, сілтемесін, сұрақтар болса, основной жаңағындай станок алып келу, тауар алғызу мәселелері бойынша. Қытайға барғысы келетін. Қытайға барғысы келетіндер бар қазір. Өздеріне инвестор іздемесе де прямо жаңа заводтан алғысы. Қытайға өздері барғысы келсе, бұл жақтағы кісілер
біз барғанда хабарласса ертіп көрсетсек болады. Алатын жерлеріне барып көрсетіп. Мысалға барлық қалаға ғой, барлық қалаға немене керек болса сол жер біз білеміз. Қалай жерде қалай сатады, қалай жерде өзіне тиісті нәрсесін тауып береміз. Бізге тіркеліп қойыңыздар. Комментариялар болса сұрақтарыңызды астына жазып кетсеңіздер міндетті түрде жауап беретін боламыз. Астында сілтемелер бар, WhatsApp-қа өтіп, сол жерден тікелей байланысқа шықсаңыз болады сұрақтарыңыз болса. Жақсы, рахмет, сау сәлеметте болыңыздар. Келесі подкастта жолығамыз.